Қарықтайғанда мен неге өкінемін? Жастарға өсиет бата. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Тарихты ашар болсаң, асықпай, қиын күндердің ызғары көрінеді. Аштықтан өлді қанша бабаларым марқұм. Сонда да жеңілмеді, берілмеді қазағым. Ұрпағым деп жер үшін соғысты ғой. Ел үшін отқа да тіке еніп еді ғой. Осындай қиын күннің бәрін көрген, бабам марқұм болашаққа сеніп еді ғой. Жаратса да Аллах жігіт болып, еркек кіндік қатынша киініп боянды ғой. Қыздарың жігіт болып көрінеді, төгіп шашып абыройын бабалардың. Бала шықты тексіз тас жүрек, қартайғанда атанасын қарттар үйіне апарып. Қала берді әке-шеше күйініп, өліп кеткенім бұдан жақсы еді ғой деп. Қалды шетте дәстүрің қара басқан, құда болып негр Буддамен де араласқан. Ұрпағым көбейсін деп адасқандар, ұмытқан қазақтың шежіресін. Ұлың кетті есіртке шегіп казиноға, қызың кетті көрінгенге шешініп. Көпшілікке топырақ шашпайын мен бірақта, қойсын мені жазықсылар кешіріп. Аумин. Алда лайк басатын белгі бар, басып жазылсаңыздар құп болады. Маған бата таратуға, сіздерге сауап алуға. Рахмет. Аумин.